Ұстаздардың ұстазы Аягүл Төре қызы Миразова, математика пәнінің мұғалімі, Қазақстанның тұңғыш еңбек ері, Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының академигі, Алтын жұлдыз және Отан орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, Алматы қаласының құрметті азаматы, Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері, Дарын медалінің иегері. Аягүл Төре қызы 1948 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Берікқара ауылында туған. Сөзі анық мүмкін бармай айтқан шығарсыздар. Өзімнің көзіме жас кеп барады осы әнді тыңдасам. Соны жазып жүрген менің сыныптасым, қазірше айтқанда бұрынғыдай класстасым, бір партада отырып 11 жылды бірге оқыған Жеңіскүл Ілгербаева Жуалының дүлдүл ақыны. Енді мен жаңа 75-тен кішкене үлкендеумін. Үлкен рахмет. Менің өзімнен болды кінә, уақытысында шақырып еді, кішкене денсаулығым болмады. Содан кейін әкемізге жылдық асын беру керек болды да, сол жай халыққа берейік деп сонымен айналысып келе алмай қалдым. Бірақ айналайын, басымды иіп рахмет айтам, жалғаспа бауырым, айналайын. Осы қоярда қоймай еліңізге келіп, қазір енді президентімізді айтып жатыр ғой, біз пәлісінген емес, біз білгенімізді, түйгенімізді, көргенімізді біз айту, жеткізу жастарға парыз. Алғаны алар, алмағаны өздері біледі. Енді бір кісі айтып еді, мектебімнің 90 жылдың ішінде Ленин ордені бар еді, апай фабрикада жұмыс істеген, тігінші болып. Содан кейін менің мектебіме келіп еңбектен сабақ берді. Қолөнерден, үйірмеден. Сол кісіге бір жиналысқа баратын болды. Ол кезде менің Қазақстан Республикасының қайраткері деген ең үлкен награда ғой, мына еңбек еріне дейінгі. Өте құрметті, оның үлгөттары да көп әлігі. Сол бар етін, оға дейінгі біраз награда болды ғой. Содан айтам ғой, апай, Ленин орденіңізді тағып келіңіз десем, маған жаңа апам айтып, айналайын, соны тақпай қояйыншы дейді. Неге десем, осы елдер бір түрлі қарайтын сияқты дейді. Өзім ойланып қалдым. Содан кейін айттым, апай дедім, кім не ойласа ол ойласын. Мен қайраткерді тағып берем, сіз жаңа Ленин орденіңізді тағып келесіз. Осыны біз үлкен еңбекпен алғанбыз. Кім не ойласа ол өзінің ойы деп, бірақ миымнан шықпай қалды жаңағы сөз. Қазірде де енді түрлі айтады ғой, бірақ білмеймін, мен қарапайым семьядан шыққан адаммын. Енді осы жерде мені түгел білетін кісілер отыр, өте жетік білетін, балалық кезімнен өскенге дейін, өнен кейін енеммен баламды құшақтап алып, енемді жылатпайын деп, сол Билікөлге қазақи тәрбие алғанмын ғой. Қайтып келген қыз құсап барып, о жерге бармайын Билікөлге десем, жолдасым жоқ, басқа жерде қалмайсың, онда қайтадан Киевке кетеміз дейді. Енем жалғыз өзі, сол кісінің көз жасын қимай, жоқ, көніп, Билікөлге барып, менің Сайлаухан Сәлемханұлы деген бәріңіз білесіздер, міне жатқан жері жайлы болсын, жаңа дұрыс айтты, өте дұрыс айтты, айналайын. Шынында да менің жақсы ұстаз болып шығуыма берген алған білімім, мұғалімдердің берген тәрбиесінен бөлек, менің жолдасыма сол үшін басым дейім, сол менің айқайыма да қарамай, ештеңеге қарамай, сол Билікөлге әкеп тастағанына. Сайлаухан ағайдан, Айтжанов Мамытхан ағайымнан, Алдамжар ағайым, тағы сондай ағайларымның, мұғалімдер сондай болу керек. Өзімнің мұғалімдеріме де соны айтам. Осында отырған мұғалімдер,
мектептің басшылары сіздерге де айтам, сол кісілер оқушы деп қараған жоқ. Мені сондай баптады, сондай, Аяш, сенен бір көреген адамдар ғой деймін, бір Құдай ауыздарына салды ма, сенен күшті мұғалім шығады деп. Сайлаухан Сілемхан, мен енді қарапайым кісінің қызымын ғой. Ол әлі қазір бастықтардың біреу шенді болса соған табынады ғой. О, менің әкем де қарапайым, шешем де қарапайым. Сайлаухан Сілемхан ұлының даналығы, ұлылығы, о кісі менің ешқандай оған қарамай, Аяш, сенен күшті адам шығады, сенен күшті мұғалім шығады деп мені коммунистке өткізіп, о кезде қиын еді ғой коммунистке өту деген. Коммунистке өткізіп, тәрбие завучы қойып, жап-жас болсам да, ағайдың қалай жиналыс өткізеді, соның бәрін көшірдім ғой кісерік сияқты. Сол кісінің ата-анамен сөйлескен, сол кісінің балалармен сөйлескен, сол кісінің елге жақсылық жасаған, апайымның дастарханын барлық уақытта жайып тұратынын, жолдасым неден киіктен ұшып келсе, оның да жағы тіреп тұрған жоқ, қарапайым жерден шыққан. Соған қарамай, ойбай, ана күйеу бала үйден дәм татып кетсін деп, үйіне қонаққа шақырып, мен ыңғайсызданып оқушысымын ғой енді. Міне бұл ұлылық кейде біз байқамаймыз қасымызда жүрген ұлы адамдарды. Шын мәнісінде. Мынау жұлдыз, айналайын, бұл жаңғыз маған берілген жоқ. Бұл бүкіл ұстазға берілген жұлдыз. Соның ішінде енді қанша кісіні ұсынған, соның ішінде менің енді Алла қолдап бағым жанып тұр ғой. Аллаға мың тәубе. Бірінші Алла, екінші еңбегіңді көрсететін де адам болу керек. Мысалға, мен еш уақытта танбаймын айтудан. Не бір керемет ұстаздар ауылдың шетінде, қиыр шетінде жүріп, жұлдыз тұрмақ, бір бет қағазға да жете алмай өмірден өтіп кетті. Бірақ қалдырған еңбектері ерен. О кісілер оқытқан шәкірттер, о кісілер жайлы таңды таң атқызып, кешті кеш батқызып айталады жақсы қасиеттерін. Тіпті бір мұғалімдерге айтайын деп отырмын, директорлерге. Анау Алдамжар деген ағайым менің сынып жетекшім болған. Отан соғысынан қайтқан кісі. Сол кісі бір күні маған айтады: Аяш, сен бар ғой, анау жеңге апай, үйіндегі апай, ана ательеде тігінші болып істейтін. Соған дейді, мынау жаға кеп түсіпті, шапка білмеймді, ол немене екенін. Соны барып тіккізіп ал, кейін анау Алматыға кетесіңдер сендер, сонда киетін боласың, ояқта бәрі соны киет дейді. Менің мұрныма есі де бармайды оның. Соны ойласам қазір, не деген ұстаздар деймді, не деген адамдар, мынау өз баласына емес, бізді соншалықты дайындады. Мені соның арқасында менің қақым жоқ жаман мұғалім болуға, сондай кісілерден шықтым. Құдайдың берген абыройы шығар, айналайын. Осының өзі үлкен бақыт емес па? Мені сіздердің араларыңызға келіп, өзімнің жерім, еліме келіп, құрметтеріңізге ие болу, қандай жылы сөздер айтып жатсыздар. Жаңағы көрсетілімнен кейін менің айтатын сөзім де жоқ. Бәрін көріп шықтыңыздар, оны қайталай бергеннен ыңғайсыздар. Айналайын, құрметті бүгін қарттар күні. Мені негізі екісі күнге шақырған, Анарқасымхан қызы маған звондап, сол екісі күні келсеңіз дейді. Мен айтам, ойбой, мына жақта да осы мерекелер бар ғой, анау қаланың. Одан кейін республиканыкі бар. Өткенде тамызға бармай қалып ем, соған енді бармай қалсам, айтады ғой, мына кісі не болды деп біріне қойшы десем, Анарсымым айтады ғой, қарттар күні. Ойбай, мен де қартпын ғой, көкеу. Айналайын, тіпті жақсы деп. Мені сіздерге арнайы осы күнді сіздерге арнаған. Мен қосылып кеттім, шынын айтсам. Сіздердің мерекелеріңіз, сіздер мен біздің мерекеміз. Мен де қартпын, мен де әжемін, атамыз, әжеміз. Осыған жеткенімізге тәубә, әже атанғанымызға тәубә. Айналайын, әрбір үйдің құт берекесі. Бүгінгі мереке құтты болсын.
Сіздер аман болыңыздар. Басу айтатын, мынау артық кетсе жөнге салатын, қазір өзі қаңқу сөз көбейіп кетті. Дау көп болған жерде жау көп деген. Жауды көбейтудің керек жоқ. Мен мына күні балалардың Құдай өзі сақтасын, қабырғамыз қайысып, өлімі көбейіп кетті. Алматының өзінде 4-5 бала болып қалды мына күндердің өзінде. Оны ата-ана да үйретіп атқан жоқ. Оны мұғалім де шырылдап, оның директоры, министрден бастап, енді кейбір есепсіз сөйлейтін кісілер жазбайтыны да жоқ, айтпайтыны да жоқ, жоғарыда отырғанның бәрі түк істеп атқан жоқ, тек біз ғана істеп атқан сияқты боламыз. Жоқ, олай емес, мен арасында жүрмін ғой. Соған айқынға не бердім өзім, мен айттым, алтыннан аптап, күмістен қаптап қойса да, министріңде, директоріңде, басқанда бұны шектей алмайды, егер біз мына қолында қарағанды шектемесек. Осы қарап үйреніп атқан дүниені шектемейінше, мына дүние бізге өте тажал болып тұр. Сондықтан қандай бала болсын, ол орта оқысын, ол тентектеу болсын, жыбырлақ болсын, қыбырлақ болсын, ерке болсын, жақсы оқысын. Ол біздің келешегіміз. Әркімнің баласы өзіне ай мен күндей. Айтуға болмайды, сенен ештеңе шықпайды деп. Өйткені біз білмейміз баланың ертеңін. Не бір керемет азамат шығады. Сол күнде әй деп жүрген баламыз азамат болып келіп, апай деп айқайлап аяқтан сәлем бергенде жүрегің жарылып кете салды. Сондықтан балалар аман болсын. Мынау үлкен әрбір үйдің берекесі болып отырған қарттарымыз, аналарымыз, бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербететін аналарымыз азаймасын. Содан кетіп бара жатырмыз қалпымыз. Ана тәрбиесі азайған жерде ұлттың тәрбиесі де азаяды. Сол себепті айналайын, рахмет айтам, сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Өзімнің жүріп өткен жолымды мен айтпай-ақ айтып шықтыңыздар, біліп отырсыздар да, бұрыннан да білесіздер. Егер ұлықсат болса, менің де бір әкеген кішкентай ғана ырым ғып, айналайын, тіл көзден аман болсын деп, мынау жаста болса, алтынның сынығы емес, дәл өзіндей болған біздің алтын жалғас бауырымыз, Шерхан ағам мектебінде де болған өте бір керемет. Сол кісінің даналығын айтайын, кездесіп өткізгенде балалардың қолымен жасаған сандық болған. Түрі де түсі де жетісіп тұрған жоқ жаңағының. Бірақ балалар жаңағы сыйлап атыр да қайға. Сөйтсе керемет мынаны мәшінеме сап қойыңдар деп алып кетті ғой жаңағына. Ол кісінің даналығы. Сондықтан да осындай дана ұрпағымыз көп болсын. Басымды иіп бәріңізге алғысымды білдіремін. Қасиетті айналайын домбырамыз, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген білесің, ағаң айтқан. Мынаның бәрі сізді тіл көзден бәрінен шетпеп тұрсын. Қобыз бұл ең қасиетті дүние. Айналайын кабинетіңнің төріне асығы мен арнайы ырым ғып алып келдім. Бұл әлгі сыйлық дейтін емес, бұл ырым. Аман болсын. Астыңа тақ, басыңа бақ қона берсін. Фильмді көріп отырып бір нәрсені айтайын сіздерге. Жаңа оққан кезімді. Мен 7-ші классқа дейін есекке мініп жүріп оққам. Анау берік қараны білесіздер ғой, содан ана қазір Ленинбук дейтін бұрын. Сол ауылға 3 километр ғой. Соны бізді қорықпайды сонда. Есекке мінгізетті жібереді. Қауын қарбызымызды қазір
ана төмпешіктер азайып қалды ғой, қазір басылып кетті. Бұрын кәдімгідей тас мынандай қалмақтар соғысқан кездегі ғой. Сол тасқа қарбызымызды кім не әкелді? 3-4 баламыз өзі, қызы, баласы. Неге тасқа көміп кетеміз қарбызды, қауынды. Есектерімізді ана туалеттің сыртында ағаштар бүйтіп шығып тұрады, несіне. Соған байлаймыз. Ақырып, шақырып, кейде ері түсіп қалып, қайта ерттеп, сөйтіп мініп жүреміз ғой жаңағы. Сөйтіп келемізді, ешқандай вирус та жоқ, түкте жоқ, қауынды аламызда тасқа бұрамыз, қарбызды да пәрше-пәрше болады, ағызып, тамызып, жеп, есек те тоқ, біз де тоқ, орамалмен сүртеміз де, есекке қағып мінеміз де үйге келеміз ғой. Міне қараңызшы, қандай заман еді. Соны 70 жасқа келгенімде Байбек Бауыржан үлкен жиын өткізді, 1 жыл бойы Алматы қаласының мектептеріне тапсырма беріп, Аягүл Төрегінаның туралы класс сағаттарын өткізесіңдер, кездесулер өткізесіңдер деп, сол фильм түсіретін болды. Сонымен қоймай түсіріп отырған кісі, бір қызық нәрсе айтыңызшы деп. Сонымен мен айттым, қой, оны айтуға болмайды. Ана есекке мініп оқығам, менің оқушыларым есек тұрмақ, мәшинені таңдайды. Бәле болып, мен есекке мініп оқыдым десем, ойбай, біздің директор апай сондай екен деп пәле болар дедім де. Сөйтсем, Құдайдың құдіреті жаңағынан кішіне алыпты да, Нұрлан Өнербаевтың ауылым деген әні бар ғой. Соны қойып, анада есегі ақырып шауып баратыр да. Бүкіл залдағы операда отырғанның бәрі құлап қалды. Сол сияқты айналайын, қай жерде оқығанға байланысты емес, кім оқытқанға байланысты. Ата-ана мен мұғалім бірлікте болыңыздар. Біріңізді біріңіз кінәламаңыздар. Кінәні біреуден іздемейді. Бәрімізде бар. Сондықтан баламыз аман болсын десек, азамат болсын десек, бірге жұмыс істейік. Жуалы ауданына қатты біздің батырлар келген, қырқаттар келді ғой, өзіңіз қарсы алдыңыз. Анау солтүстіктен келген кісілер керемет риза болғанда, біз Бақытжан Ертаев екеуміз бірге алдық. Қаһарманды ол еңбек еріммен, Семен Зинченко солтүстіктен мынау егінмен айналысатын кісі. Сонда екеуміз тұрмыз бүйтіп, президенттен шыққаннан кейін. Бақытжан мені танымайды, мен оны білем ғана болған әңгімеден. Қолын ақырын ұстадым да, Бақытжан, мен де Жуалыданмын дедім. Өзі жүрегі өте жұмсақ ініміз ғой, қолымды қысып алып, Құдай, Құдайға тоба дейді ғой жаңағы жерде. Міне, осындай да нәрселер бар, айналайындар. Менің сол айтайын дегенім, ата-ана мұғалімге көмекші болыңыздар. Мұғалім ата-анаға көмекші болсын. Біріңізге біріңіз сыр айтыңыздар, оны шашпаңыздар. Баланы қайтсек те үлкен азамат етуіміз керек. Қазіргі мына ақпараттық бізге жіберіліп атқан жаман дүниелерді лақтырып тастауға тек сіздердің ауыз бірліктеріңіз. Қай жерде болмасын, мынау Жуалыға қатты риза болып кетті. Шіркін, не деген ұйымшыл халық деді. Шерхан Мұртаза атамызға өткізген тойда да келген қонақтар, мынау не деген бірлік, не деген татулық, не деген дастархан, не деген ұйымшылдық деп кетті. Содан еш уақытта таймаңыздар. Мен аяқта мақтанып жүрейін. Менің елім осындай деп. Рахмет. Кәмшат Құраловна марапатталады. Бір ауданнан алтын сайренді алу деген бұндай нәрсе ойлап қалмаңыздар, осылай бола береді екен деп. Екеу, үшеу ауданда, мысалы өзімізде де 8 аудан бар ғой, Алматыда. Әр ауданда бір Жуалы ауданындай ел бар.
шыныманан. Сонда ары кетсе бір екеу үшеу болады. Мынау айналайын еңбектерімді көрсете алған білім бөліміне де, әкімімізге де мың рахмет. Мың рахмет.